Бүгін қансыз жазға арналған мохито дайындаймыз. Ол үшін бізге лайм, жалбыз, 2 ас қасық сироп топинамбура және минералды су қажет болады. Қажет болған жағдайда мұз қоссаңыздар болады. Мен аздап қана қостым, балалар ішетін болғандықтан. Енді ыдысымызды алып, графинге түбіне жалбызды, туралған лаймды немесе лимонды қосамыз. 2 ас қасық, егер тәттірек болсын десеңіздер, тағы да өз қалауларыңызша сироп топинамбурадан қоссаңыздар болады. Маған 2 қасық сироп топинамбураның тәттілігі жеткілікті. Осы жерде мен тағы да дәмін кіргізу үшін шие қосқым келді. Аздап қалауларыңызша шие қоссаңыздар болады. Енді минералды суымызды құямыз. Менде газдалған сарыағаш минералды суы. Минералды суымызды құйып алғаннан кейін қасықпен бір араластырып алып, 10-20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін іше беруге болады. Осымен біздің қансыз дәмді мохитомыз дайын.